Егер жаңа технологияны қолдану қиын болса, не істеу керек? Мессенджердегі қарым-қатынас, онлайн төлем, электрон қызметтер, тіпті мектептегі журналдың өзін онлайн толтырасыз. Мұның бәрі қазіргі мұғалім қызметінің ажырамас бөлігі. Сол үшін де әр адамда цифрлық сауат, яғни жаңа технологияны қолдана алу дағдысы болуы керек. Бұл дағдыны қалай үйренуге болады? Егер өздігіңізден үйрену мүмкін болмаса, компьютер тілін үйрететін курстарға жазылыңыз. Мысалы, Қазақстанда 2022 жылы халықтың цифрлық сауатын 83%-ке жеткізу көзделген. Сол үшін әр өңірдің әкімдігі халықтың цифрлық сауатын арттыру үшін түрлі курстар өткізеді. Оны әдетте жоғарғы оқу орындарындағы еріктілер ұйымдастырады. Медианет халықаралық журналистика орталығы да компьютер және интернет сауат дағдыларын оқыту мақсатында дуал білім және цифрландыру атты ұзақ мерзімді жоба дайындаған. Олар Қазақстанның барлық қаласына барып, 3 күндік сабақ өткізеді. Сабақтар 3 деңгейге бөлінген. Олар бастауыш, орта және бизнес. Бұл курстарға барлық азаматтар қатыса алады. Қазір кез келген сұрақты интернеттен сұрап біліп алуға болады. Өздігіңізден үйренгіңіз келсе, әуелі компьютердің негізгі компоненттерін, ондағы операциялық жүйені, негізгі басқару элементтерін танудан бастаңыз. Оны YouTube желісіне қарап, немесе іздеу жүйесіне жазып біліп алсаңыз болады.